Баршаңызға ассалаумағалейкум. Құрылыс арт YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазақ тіліндегі YouTube арнамызды қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лайктарыңызды аямай, үй салайын деп жүрген жора жолдастарыңызға әлеуметтік желілер арқылы бөлісуді ұмытпаңыз. Бүгінгі видеода мен сіздерге құрылыста кеңінен таралған кірпіш жайында айтатын боламын. Және де кірпіш таңдауда қалай алу керек, оның қандай түрлері бар. Сол жайында айтамын. Барлығымыз үй салғанда кірпішті қолданатынымыз белгілі. Бірақ оның пайдалы және де зиянды қасиеттерін біріміз білсек, біріміз біле бермейтініміз рас. Бұл видеода мен сіздерге кірпіштің түрлерін және де артықшылығы мен кемшіліктерін айтатын боламын. Кірпіш бұл бүкіл әлемдегі ең танымал құрылыс материалы, өйткені оны өндіру технологиясы көптеген өркениеттерге ежелден белгілі. Сонымен қатар, әр түрлі халықтар оны сынық материалдардан және өзіндік жергілікті ерекшеліктерімен жасады. Ал қазіргі кезде, дамыған технологиялар дәуірінде, оның әр түрлі сорттары бірінен бұрынғыдан да өзгеше болды. Мыңдаған жылдар бойы қолданылған бұл бірегей құрылыс материалы өзінің маңыздылығын жоғалтқан жоқ, және қазіргі заманғы баламалардың алдында әлі де шегінбеген. Егер тек осы себепті болса, оның бүгінгі күні қандай екенін қарастырған жөн. Өндіріс технологиясы. Кірпіштің классикалық түрлерінің көпшілігі, мысалы, қыш, керамикалық немесе силикат, сіздің аяғыңыздың астында жатыр. Алғашқы екеуі үшін шикізат саз болып табылады. Саман жағдайында ол сонымен қатар тұтқыр шөппен, немесе көңмен сұйылтылған. Үшінші жағдайда негізгі материал әк пен құм. Бастапқыда әрбір адам қажет болған жағдайда шикізат сатып алумен айналысты. Ал кірпішті одан әрі өндіру дәл осылай жүрді. Қазіргі таңда көптеген кәсіп иелері өз алаңында ғимараттарға өз қолымен құрылыс жасауды қалайды. Ежелгі уақытта арнайы технологиялар болмаған, сондықтан олар қолмен қалыптаумен айналысты. Сәл кейінірек қолмен де, бірақ арнайы жасалған формалардың көмегімен, әдетте оларды күн сәулесінде кептіріп, арнайы пештерде жағатын. Шамамен 160 жыл бұрын жаппай өндіріс технологиялары пайда болған кезде кірпіш өнеркәсібінде революция болды. Мысалы, сақиналы пеш пен таспалы пресс, тіпті бірнеше ондаған жылдар өткен соң сазды өңдейтін арнайы машиналар мен кептіргіштер. Осының арқасында қалалардың келбеті адам танымастай өзгерді. Ағаш үйшіктердің орнына тіпті салыстырмалы түрде кедей адамдар кірпіштен үй салуға кірісті. Себебі өзгеріссіз қалған процесті машиналар әлдеқайда жоғары деңгейде жұмыс жасай бастады. Арнайы жабдықталған бөлмеде өндірісті ұйымдастырудың арқасында кірпіш зауыттары кірпішті кептіру үшін бұрынғыдай жазға байланбай жыл бойы жұмыс жасай алады. Түрлері және олардың сипаттамасы. Бүгінгі күні сіз осы құрылыс материалының көптеген сорттарын санауға болады. Олар тек құрамымен ғана емес, сонымен қатар қасиеттерімен де ерекшеленеді. Мұндай бәсекелестік әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері болғандықтан ғана емес, сонымен қатар әр түрдің белгілі бір қолдану саласына шоғырлануына байланысты сақталады. Дәл осы себепті құрылысты бастамас бұрын және кірпіш түрін таңдамас бұрын, кем дегенде ең танымал түрлердің не үшін қажет екенін анықтаған жөн. Посткеңестік кеңістікте ең танымал силикат кірпіш өте тән ақ реңк. Ол әк пен құм негізінде жасалған, олардың кез келген аймағында көп, сондықтан мұндай материал арзан, оған шикізат алу оңай, ал дайын өнімді алыс жерге тасымалдаудың қажеті жоқ. Өндіріс сонымен қатар керемет технологияны қажет етпейді. Бұл әдетте өте мұқият басу. Өкінішке орай, жаппай өнім сирек әсерлі тұтынушылық сипаттамаларға ие, сондықтан силикат кірпіш жылуды сақтау қабілетімен таң қалдырмайды. Сонымен қатар ол ылғалдан қорқады. Мұндай материалдың салмағы көп, бірақ оның беріктігі жағынан ерекшеленбейді. Бұл оның қолданылу ауқымына әсер етеді. Одан көтергіш қабырғалар мен ішкі қалқалар салынған, бірақ іргетастар, каминдер мен пештер емес. Күйдірілген керамикалық кірпіштер қызыл түспен ерекшеленеді. Айтпақшы, бұл жағдайда түс сапа көрсеткіші болып табылады. Өйткені от тым жарыққа, ал тым қараңғыда күйдірілген. Керісінше, пеште шамадан тыс күйіп қалған. Бұл құрылыс материалы үшін негізгі шикізат болып табылатын жоғары сапалы балшықтың жану температурасы 1000 градусқа тең болуы керек. Содан кейін олар ең жақсы қасиеттерге ие болады. Ең жоғары беріктік пен қирауға төзімділік. Осылайша қызыл кірпіш бірдей іргетастарды және құбырларды қосалғанда барлық жерде дерлік қолданылады. Бұл сорт силикаттан гөрі нашар болатын жалғыз көрсеткіш, бұл жылу өткізгіштік, соңғысы үшін төмен.
Жоғарыда сипатталған екі түрдің де басқалары сияқты толық және қуыс. Біріншісі бос жері жоқ қатты материал, ал екінші жағдайда әдетте әр көшірмеге бірдей үлгіні құрайтын тесіктер арқылы тән қасиет байқалады. Шикізат үнемі қуыс кірпіш өндіруге жұмсалады, сондықтан олар жеңіл және өте арзан. Олардың басқа артықшылығы сол бос орындардың әсерінен жылу өткізгіштігінің төмендеуі. Алайда мұндай материал берік кірпіштен гөрі нәзік, сондықтан оны көтергіш қабырғаларды тұрғызу үшін қолдануға болмайды. Соңғысы өз кезегінде қатты құрылыс материалдарынан жиі жасалады, бірақ содан кейін қосымша оқшаулау қажет. Кірпіш өте қарапайым болып көрінсе де, ең бастысы негізінен бірдей, ғимараттың беріктігі көбінесе оның барабар таңдауына байланысты. Тіпті тәжірибелі кірпіш қалаушы да ғасырлар бойы нашар құрылыс материалдарынан ғимарат тұрғызбайды. Сондықтан кірпішті таңдауда абай болу керек. Біз түрін қалай анықтау керектігі туралы айттық. Сонымен қатар блоктың корпусындағы бос орындардың мағынасын айттық. Енді кейбір құпияларды ашудың уақыты келді. Кем дегенде бірдей өлшемдерді алыңыз, тек бірінші көзқараста олар дәм мәселесі. Шындығында әрбір жеке блок неғұрлым үлкен болса, қабырғада соғұрлым аз буындар болады, және бұл беріктік тұрғысынан да, жылу оқшаулау тұрғысынан да кірпіштің ең әлсіз нүктесі болып саналады. Осы логикаға сәйкес қос кірпіш жоғары сұранысқа ие болуы керек, бірақ оның өзіндік кемшілігі бар. Оның үлкен өлшемі жеке блоктардың тым жиі бөлінуін қажет етуі мүмкін және тіпті контурмен жоспарланған өлшемдерді дәл қайта құрудың мүмкін еместігін тудыруы мүмкін. Ақыр соңында қос опция қиынырақ, өйткені әрбір жеке көшірмені жеткізуге және орауға көп күш жұмсалады. Кірпіш таңдауда қарапайым кеңестер. Құрылыс және қаптау кірпіштері бір брендтен болуы керек, әйтпесе қабырға ішіндегі беріктік бойынша сәйкессіздік болады. Сапа сертификаты немесе өнімге төлқұжат сияқты құжаттар көптеген пайдалы ақпаратты қамтуы мүмкін және көбінесе көзбен анықталмайтын нәрсе туралы білімнің жалғыз көзі болып табылады. Тапсырыс бермес бұрын құрылыс материалының дұрыс сыныбына тапсырыс бергеніңізді тағы бір рет тексеріңіз, әйтпесе сатып алынған кірпіш жоспарланған тапсырмаларға сәйкес келмеуі мүмкін. Әр түрлі топтамалардағы бірдей кірпіштің түсімен басқа да сипаттамалары бойынша біршама ерекшеленуі мүмкін, сондықтан құрылымның тұтастығы үшін бір партиядан жасалған өнімдерді қолданған жөн. Сарапшылар кірпіш бағасының маусымдық өсуі әдетте жазда байқалады, сондықтан сіз көктемде құрылыс материалдарын сатып алу арқылы ақшаңызды үнемдей аласыз, себебі қыста кірпіш қоры біртіндеп таусылады, сондықтан өндірушілерге дейін ол қайтадан қымбаттай бастайды. Егер сізге осы видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Бұл біз үшін өте маңызды.